Бәріңізге сәлем достар, сендермен бірге мен Фатина. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Бүгінгі видеоны бастамастан бұрын достар, сендерге бүгінгі видео қатты ұнайды деген ойдамын. Сондықтан астыға түсіп, подписаться кнопкасын басып жіберейік, егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, және лайк басып, комментарий жазып кетейік. Ал біз видеоға кеттік достар. Міне достар, өздеріңіз бірден көрген бойда түсінгенде шығарсыздар. Бұл бізде 13-ші ауыл, және бізде бүгін 13-ші ауылға обзор видео болатын болады достар. Так, бізде кузница, кәдімгі кузница секілді достар. Так, мына жақта не бар бізде достар? Мотыга, меч. Так, орнында тұра берсін. Кәдімгі фермердің заттарына ұқсайды достар. Ютуберлердің қолданып жүрген сондай заттарына ұқсайды екен кәдімгі. Так, енді екіншіде бізде мына сұмдықта ештеңе жоқ. Зачаровательная книга, әртүрлі книжный шкафтар. Так, достар, әрі қарай жалғастырамыз. Бізде церковь, мына жақта бізде уже үлкен грядка, ана жақта бізде үйдің артында жаңа көргендерімдей достар, бір грядка бар, кішкентай. Мала грядка біз 2 грядка десек, сонда біз уже 3 грядка көріп тұрдық. Сондықтан достар, бұл ауылда 3 грядка бар. Так, жо достар, 5 грядка деуге болады, себебі ана тым үлкен, 2 грядка қосылып кеткен ба, сондай. Шынымен де ютуберлердің түсірген видеосында андай болып тұр достар. Так, біз мына ауылдың шетіндегі 4 үйге барайық ал. Так, мына үйде бізде ештеңе жоқ достар. Мына үйде тоже. Мына үй тоже. Так, кәдімгі простой Майнкрафттағы үйлер секілді. Мына үй тоже пустой, просто тұр. Мынау бізде осы үйдің төбесі, достар, өтіп кетуге арналған. Так, мына жақта бізде 2 үй. Ауылдың шетінде тұрған. Так, мына үйде бізде бірдеңе бар ма? Жоқ достар, бізде бұл үйде бірақ сағат бар екен іште. Және осында кровать бар. Достар, мен сендерге көрсетіп жатсам, ұйықтап кеткеніміз қалай еді. Кроваттың үстін басқызым. Бізде түн батып кеткенде білмеппін мен. Так, мына жақта бізде 2 сундук почему-то бір-біріне қосылмаған. Так, достар, бізде мына жақта алмазный меч астрата 1 дейді. Так, пока кузницадағы заттар мен екеуі ең күшті болған зат шығар. Ал бізде колодец тұр мына жақта. Шынымен де кәдімгі ютуберлердің түсірген видеосындағындай. Мен секілді осындай ютуберлер бар. Майнкрафт түсіретін достар, солар секілді 13-ші ауылды қалай көрсетеді, дәл сондай екен 13-ші ауыл. Ал бізде бұл 13-ші ауылды түсіріп жатқан кездегі барлық ютуберлердің мэрдің үйі, не деп айтатын үйлері. Так, бұл үйге біз қазір кіріп көретін боламыз достар. Так, кәдімгі обычный үй, мына жақта ештеңе жоқ секілді достар. Достар, примерно ештеңе жоқ бұл жақта. Ештеңе жоқ екен. Так, мынау біз кәдімгі верстак. Мынау типа стол ма сондай бірде. Ана сундукта достар, ё-моё. Тато реакциямды айта алмай жатыр, нәрсе неше? Бір қатарында 5 алмаз болса, ё-моё достар. Та деген 25, 26, 27 стак алмаз тұр достар. Ё-моё, мэрдің үйі десе, таза мэрдің үйі болып тұр достар. Так, осымен біздің видеомыз осы жерден аяқталатын шығар достар. Сендерге осылай бір көрсетіп шығайын.
Нашти биздин оюнчу точ в точ. Дел сондай. Өтөр нүктесине дейин дел сондай болуп тур достор. Колодец баары осулай көрсөтүшкен достор. Ал мына жакта бизде дагы да бир ауыл бар. Ол бизде 14-авыл достор. Менин билетим боюнча бул 14-авыл. Себеби биздин видео түсүрүп жүргөн ауылыбыз ол 15-авыл достор. Бул кәдимги осы фермерлер баары бар. Кәдимги ауыл достор. Мына жакта бизде 13-авыл, мына жакта бир фермер былай карап өтүп кеткен. Жо достор, бул бизде рыбак го. Балык аулайтын житель го, балыкчы. Достор, бирок мага бир кызыгы, мына жакта, мына 13-авылда кәдимги өзүнүн жителдери жок. Бизде бул жакта өзүнүн жителдери болуу керек сыяктуу да. Ладно, достор. Мен негизи тагы да бир бөлөк видео түсүрөм деп ойлагам, если бул жакта жителдер бар болгондо. Кандай десеңиздер достор, жителдер жок болгондуктан айта салайын мен. Мен ойлагам шынымен сол 13-авылдын жителдери сүйлөйдү деген шынбы, әлде өтірік па? Соны текшергим келди достор. Бирок текшере алмайтын секилдимиз достор. Сол тууралуу мен экинчи видео чыгарам деп ойлагам. Бирок жото бул ауылда эч кандай да житель жок. Бирок мэрдин үйү эң бай үй болуп тур ошондо достор. Мына бизде церковь, мэрдин үйү, мына ауылдагы жителдердин үйү, мына кәдимги өзүбүздүн кузница. Мына кәдимги тоже жительдин үйү, бирок мэрдин үйүнө окшойт экен достор, алдышы. Экөө бирдей секилди. Ал достор, сиздер менен болгон мен Фатина. Бүгүнкү видео унаган болсо достор, лайк басып, комментарий жазып кетик. Және каналга тиркелмеген болсоңдар, дәл қазір подписаться кнопкасын басып, каналга тиркелип кетик достор. Ал сау болуңдар.